1991 жылдың 16 желтоқсаны барша қазақстандықтар үшін тәуелсіздіктің туы көкке желбіреп, бақыттың байлығына кенелген мерейлі күн болды. Азаттықты аңсаған ел, арманына қол жеткізген жылы, мен елім үшін, жерім үшін тудым дегендей, қаншама перзент дүние есігін ашты. Міне, сол жастар осы күні тәуелсіздігімізбен бірге өсіп, болашаққа қадам басып келеді. Панфилов ауданы Әулиағаш ауылының тұрғыны, Дүние таланттар одағының мүшесі ақын Омарқалиев Олжас Мұратұлы, сұхбатымызға қош келдіңіз. Олжас, сіз тәуелсіздіктің құрдасы саналасыз. Ордабұзар 30 жасқа да толдыңыз. Біздің елімізде азаттық тойын 30-шы рет атап өтеді. Сондықтан сіздің тәуелсіздік туралы пікіріңізді білгіміз келеді. Егемендік сізге несімен құнды? Әрине, сұрағыңыз орынды. Көк туымыз көкте желбіреп, әнұранымыз әлемді қалықтаған, елтаңбамыз елдіктің айшықты таңбасына айналған тәуелсіз мемлекет Қазақстанда дүниеге келіп, осындай қасиетті мекенде, осындай киелі жерде өмір сүру мен үшін де және ел үшін де үлкен баға жетпес құндылық деп білемін. Жақсы, рахмет. Осы уақыт аралығында қандай жетістіктерге жеттіңіз? Соны атап өтсеңіз. Осы уақыт аралығында көптеген жетістіктерге жеттім. Айта кететін болсақ, биылғы жылы Дүние таланттар одағының ұйымдастыруымен өткен жазба ақындар айтысында 2-ші орынға ие болдым. Және сол Дүние таланттар одағының мүшесі ретінде қабылдандым. Енді алдағы уақыттарда тәуелсіздіктің 30 жылдығына байланысты ауыл әкімі Нұрахметов Ермек ағаның бастауымен өзімнің бір жыр жинағымды шығарсақ па деген ниеттеміз. Сіз қазіргі таңда көптеген өлең жазып жатырсыз. Тәуелсіздікке арналған өлеңіңізді бізге оқып берсеңіз. Әрине, тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына арнап, мен тәуелсіз елмін деген өлеңімді оқып берейін, қабыл алыңыздар. Аспаным ашық, көгімде қаран самғаған, шуағын шашып, төрімде жылу маздаған, ғажаптығыма, қазақтығыма, азаттығыма қызыға қарап тамсанатын бар қалам. Тәуелсіз мәңгілік елмін, жайлауым жасыл, төскейде малым жайлаған, тұлпарым асыл, беткейде бие байлаған, береке бірлік, ырыс ынтымағым жарасып, мерейім тасып, басымнан бағым таймаған. Тәуелсіз мәңгілік елмін, шаңырағым биік, керілген кенге керегем, баланы сүйіп, бесікке сәби бөлеген, ақынмен батар, жыршымен жырау бір туар, шешендер көсемдер бар көреген. Тәуелсіз мәңгілік елмін, мінезім қайсар, ар-намысын мүлде сатпаған, отқа да күймей, суға да салса батпаған, тарихымның тастан оқып таңбасын, ақан Абай жыр толғауын жаттаған. Тәуелсіз мәңгілік елмін, көк байрағым желбіреген көктерде, ел таңбамыз рух берген тектелге, әнұраным шырқалғанда тоқтаусыз, жалынатып жарқырайтын от кеуде, мен тәуелсіз елмін. Рахмет, шабытыңыз шарықтай берсін. Сұхбатыңызға көп рахмет. Көк туымыз көкте мәңгі желбіреп, егемен еліміздің еңсесі биік болсын.